Сұрақтарыңыз бар ма? Мынау Енді жаңағы салтанат ұстаздарда мынау оқу мақсаттарын қойған кезде де тыңдалым, айтылым, әтейін деген сөздерді алып тастаймыз, код түрінде жазамыз деп еді. Сол қаншалықты дұрыс? Мынау Дроппен қойған. дроппен қойған. Соны алып тастаймыз, тек қана код түрінде жазылады деп еді. Екі Енді бар ғой. әсіресе де Иә, оқу иә. мақсаты осылай Дұрыс жазылыпты. айтасыз. Анау. Мен сіздерге қалады. қазір кәдімгідей біздің басымыздан өткен бір оқиғаны айтайыншы. Сіздер сонда түсінесіздер, бұл деңгейдің қандай деңгейде тұрған. Мен жұмыс істеген мектепте бұрын, оны жас мұғалім кезінде, бір мұғалім ол кезде ашық сабақ беру деген бар еді ғой. Физика пәнінің мұғалімі өліп тіріліп, ол кісінің бүкіл үсті бор болып шығатын сабақтан кейін. Сөйтіп сабақ береді, ашық сабақ. Бірнеше мұғалім қатысады. Бәрі ашық сабақтың бәрі жан жақтан талдайды. Ең соңында сосын директорға сөз береді ғой. Директор не айтады екен деп. Соны директор былай деп айтыпты. Сіз неге бүгінгі сабаққа туфли киіп келмедіңіз деп. Түсіндіңіздер ме астарын? Түсіндік. Түсіндік. Неге туфли киіп келмедіңіз деп. Енді қараңыздар. Сол жерге код жазбаудың қандай маңызы бар? Біз ол кодты не үшін жазып қойдық? Біз бұл сабақты көпшілікке ұсынғалы жатырмыз. Бұл зерттеуді. Енді көпшілікке ұсынғанда ол жердегі ғалымдар болады. Қазақ тілінің маман емес әдіскерлер болады, басқалар болады. Соларға түсінікті болсын деп жазып қойдық. Ол жерде код жазасыз ба, жазбайсыз ба, соның бір салмағы сіздің оқу мақсатыңызды өзгертіп жіберетін, немесе соны жетілдіріп жіберетін бір маңызы болып тұр ма? Біз жазамыз. Сарапшыларыма айттым, біз жазамыз.